Сәлем баршаңызға, сіздермен Сәндігүл. Бүгін біз үй жағдайында үйдегі бар заттардан жасалатын крем дайындайтын боламыз. Кез келген тортқа бара береді бұл крем, және де бұл ешқандай слепке қолданбайсыз. Үйдегі бар заттардан жасалатын кремнің рецептімен қазір бөлісетін боламын. Көріп тұрғандарыңызда видеодағыдай осындай қоймалжың өте дәмді болып шығады. Дәл осы видео арқылы жасап көрсеңіздер болады. Ең алдымен бізге ыдысымызға осы 2 жұмыртқамыз жарып, және де үстіне осындай 100 грамм шекер, және де осындай ванилиннің барлығын қосып жібересіздер, және де осылай барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Жақсылап барлығын араластырып аламыз, яғни шекеріміз езілгенше, және де бізге осындай кеседе 80 грамм ұн керек болады. 80 грамм ұнымызды қосып, тағы да жақсылап барлығын араластырып алатын боламыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне 500 грамм сүттің жартысын құйып, тағы да бір араластырып алатын боламыз. Барлығын міне жақсылап араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін осындай газымыздың үстіне қойып, үздіксіз қайнататын боламыз. Яғни қашына ешқайда кетпей, осылай қасығымыздың көмегіңізбен осылай араластырып отырасыздар. Астын орташа отта тұру керек. Осылай үздіксіз араластырып отырасыздар. Міне осындай қоймалжың бола бастайды. Сол бастаған кезде үстіне мана қалған сүтімізді қосып, қою қоймалжың кремімізді дайындайтын боламыз. Міне сүтімнің барлығын қостым осылай. Ендігі кезекте осылай мен тағы да өстіп араластырып отыратын боламын. Міне араластыру барысында міне осындай қоймалжың пайда болады. Одан кейін міне дәл крем сияқты осындай қоймалжың пайда болады. Осы қоймалжың пайда болғаннан үстіне 80 грамм немесе 100 грамм сары майымызды қосып, сары майымыз толық ерігенше тағы да осылай араластырып аламыз да, одан кейін астын өшіретін боламыз. Міне көріп тұрғандарында менде осылай толық барлығы араласты. Міне ақ сары май қоссаңыздар да болады, пампушка соларды қоссаңыздар болады. Одан кейін басқа ыдысымызға осылай кремімізді салып, үстін пищевоймен салып, жабып, холодильникке қойып қоясыз, яғни толық барлығы суығанша. Міне осылай жақсылап орналастырып аламыз да. Менде крем светі сарғыш сияқты болып тұр. Мен сары майым сарғыш болғандықтан осылай свет беріп тұр. Если сіздер кремдеріңіз ақ болғанын қаласаңыздар, пампушка, тағы да осылай сары майдың ақшыл түрлері болады ғой, соларды қоссаңыздар болады. Мен осылай барлығын орналастырып алдым да, ендігі кезекте холодильникке бір 5-10 минутқа қойдым. Міне кез келген бисквит тортының үстіне осылай жағып, осылай пайдалансаңыздар болады. Дәмі өте керемет, ешқандай зияны жоқ, өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны лайк басып, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда басқа да пайдалы рецепттермен бөлісемін. Рахмет, сау болыңыздар.